Астана! Астана! Сәлеметі су, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп, жарық болсы күн мен ай. Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз Нұр-Сұлтан қаласындағы маңғыстаулықтар, ағам, інім және қарындасым. Сосын Нұр-Сұлтандықтар, маңғыстаулықтар туралы қандай ой пікірде екенін көретін боласыздар. Сүйемін сені ару Нұр-Сұлтан. Біз бастаймыз. Буэнос диас, құрметті көрермендер. Аузгамай бағдарламасының 11-ші шығарылымына қош келдіңіздер. Мен соңғы рет бұл қалаға келгенде оның атауы Астана еді, ал қазір оның атауы Нұр-Сызықша Сұлтан. Құрметті көрермендер, аузгамай еліміздің жүрегі Нұр-Сұлтан қаласында. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, ал қарындасы бар адамның нен жағасы бар. Біз бастаймыз. Мен кеттім ағаға. Бұл аузгамай 11-ші шығарылым. Біз бастаймыз. Ехолы! Маңызын. Çok kolay bu Auzgamai'den кейін рейтинг көтеріп кетті. Маңғыстаулықтардың әртүрлі қасиеттері бар. Маған ұнайтын екі-ақ сөзі бар. Аман болшы дейді, сау болшы дейді. Аман болшы дегені кейде боқауызда естілуі мүмкін, кейде мақтау сөзде естілуі мүмкін. Адам екі ойлы болып қалады. Сау болшы дегенде бір жақсылық жасағанды айтады. Қазақтың дәстүріне одан басқа кіргізіп жатқан мына көрісу мейрамы өте жақсы мейрам болып келе жатыр деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстанға таралып жатыр Маңғыстаудың арқасында. Ол жақсылықтың, жақсы ниеттіліктің, кешірімшіліктің нышаны. Енді тағы бір нәрсе, айтар сөзін айбалта сияқты қалтасына тығып отырмай, басың бар, жүзің бар, лауазымың бар демей, тура қол жеткізіп айтатын мінезі. Сен тұр, мен атайын, ол сөзде де, істе де білінеді. Әр қазақ ісі мен сөзі тура осы маңғыстаулықтар сияқты бір жерден шығатын болса, ел көгереді деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, мен Нұр-Сұлтан қаласындағы бақыт мекенін салып жатырған Қазақстандағы ең ірі құрылыс компаниясы BI Group'та қонақтамын. Осы BI Group компаниясында біздің маңғыстаулық қарындасымыз қызмет етіп, еңбек етіп жатыр. Кеттік, танысайық. Ал, таныстыр өзіңді. Мен пиар специалистпін бұнда. Бұнда ол прокатчик. Алғашында корректист болдым ғой. Сосын юрист болдым. Сосын юморист, қазір пиар специалист. Просто подоходный налогпен пенсионка жинап жүрген адам. Юмор түсінетін, әзіл түсінетін кісілердің бірісің. Сенімен бір челлендж ұйымдастырып жіберейік. Дайынсың ба? Без проблем ба? Пожалуйста. Ләйлә ханым, сіздің көмекшіңізде маңғыстаулық, соведущіңізде маңғыстаулық. Жақсы білем ғой мен. Маңғыстаулықтар туралы өз ой пікіріңіз. Біздің Ақтау жақта құдаларымыз да бар. Сондықтан біз тек қана достар ғана емес, мен тек қана маңғыстаулықтарды ерекше неге атауым керек, қазір ол әділетсіз болып қалады ғой. Жоқ, маңғыстаулықтар. Сіздер ерекшесіздер, сіздер оны білесіздер. Ең бастысы. Сол, онда құда болғыңыз келді онда. Ушағыңызға. Рахмет. Құрметті көрермендер, едім дәлі қазір мен дейтін өзімнің інім Атамекен бизнес каналының корреспонденті жүргізушісі Жалғас Азғанбаевқа қонаққа келдім. Кеттік. Добро пожаловать в Атамекен бизнес телеканал. Нет, не Channel. Қал жағдайың сұрайын, қалайсың? Жақсы. Не обижаю? Жоқ. Точно? Астана келуімен. Рахмет. Нұр-Сұлтанға де. Нұр-Сұлтанға. Ауладан алған күш әрбір жеңістерінің себебі.
Мой полет тоже начинался со двора. Мен де спорт жолын ауладан бастадым. Ауладан да чемпион да шығады. Мен ауланың чемпионымын. Я чемпион двора. Мен ауланың чемпионымын. Мен ауланың чемпионымын. Орным сен қайда жүргенсің? Домбырамен ойнайтын тигрді бірінші рет көріп жатырмын. Домбырада тигр. Смотри, Ася, челлендждің мақсаты, мен саған 10 сөз берем. Сол 10 сөзді қазір телефонда бір любой номерді аласың да соғасың. Сол 10 сөзді қолдануың керек әңгімелеріңізде. Ал егерде жаңа сөйлесіп жатқан адамы қойып тастап, там қумаш анау мынау деп қойып тастап жүрсе, басқа адамға соғамыз. Келістік па? Мен просто ақтаулықтарға соқсам, Иә. сөйтіп айтады ол точно. Біз бай кеш бар еді. Мен бір жұмыстасым бар. Ол шетелде тұрады, оқиды. Назарбаев университеті. Олардың кругымен отырасың ғой. Өте ақылды әңгімелер айтады да, андай исторический. Соған соғып көрейік, олардың еще қазақшасы қисық та. Қазақшасы қисық па? Қызық болады, да? Біздің маңғыстаулықтар үшін ол қызық болатын сияқты. Все, кімге соғамыз? Аты кім? Аты Жұлдыз. Жұлдыз. Онда мен 10 сөзді ал, ол осы 10 сөзді ал, қолдануың керексің әңгімеңде. Кеттік. Любой тақырыпты басқа. Любой тақырыпты. Жұлдыз, можешь говорить? Да. Маған қатты ұнайды. Маңғыстаудың халқы, адамдары. Жалпы олар адамды шынайылығына, сосын әділдігіне қарап бағалайды. Шынайы болмаса, честный болмаса, несправедливый болса, олар міндетті түрде араласпауы мүмкін. Но бірақ мен Аллаға шүкір, достарым өзім шығыстан болсам да, батыстан достарым өте көп. Тіпті достарымның үйлену тойларында да болдым, күйеу жолдаста болдым. Ал бір сөзбен айтқанда маңғыстаулықтар қандай? Маңғыстаулықтар батырлар. Вот здесь вот сидит ведущий, один, могут до 5-6 ведущих сидеть. Прямой эфир у нас, телевидение же не стоит на одном месте. Если раньше все было надо снять, потом пока сейчас другой формат. Сейчас можно даже посредством айфона выйти в прямой эфир с любого места событий. Интернет, скайп, все технологии применяются. Большинство наших программ, кроме новостей, снимается вот именно здесь. Ну, остальные, конечно же, в городе, в стране и так далее. Здесь всех наших ведущих, кто на экране, делают красивыми, приятными. Кто делает красивыми? Вот у меня вопрос. Кто делает вот эту всю прическу, там, мейкап, и не только. И не только. Его волосы и лицо подходит к мейкапу? Конечно, да. Удобно работать с ним? Со всеми лицами. Не, ну с парнями это работать легче, это быстрее, буквы и так далее. 5 минут. Девушки, да, не дадут сорвать, где-то час сидят здесь, даже больше. Короче, мен алдында заявка тастап едім ғой, анау Нью-Йорк академияге. Короче, маған бүгін звондайды. Самолетке билет алдыңдар ма дейді да. А что там ан жақта самолетке билет алу керек па не? Сейчас я подожди, смотрю. Сосын не дейді, күтіп алғаннан кейін анау Нью-Йоркке, короче, білмеймін, түсінген жоқпын, звондайды да, короче, аэропортта түскеннен кейін, короче, виза аласың дей ма, такси бар ма дейді, күтіп алатын. Түсінген жоқпын мен, анау, короче, представитель. Ватсапқа... Я бар номер, ватсапқа скину деді, жаңағы не алып келу керек екен. Короче, не... Ақтаудікімін деп жазып едім ғой, мұнай алып келе салшы дейді, қуама бірдеңе. Мұнай. Білмеймін қазір, короче, күтем. Несін, сосын саған жіберем ғой. Сіздің үйде ірімшік бар ма? Не бар ма? Ірімшік бар ма? Алдындағы не ол халва ма? Алдында шай ішкен. Қумаш алдында болды ғой.
неде столда тұрды ғой, мен шай ішкенде еще не дедім, муравейник дедің ба бірдеңе бі. Иә, муравейник. Соны стерилкаға салып қойшы. Я ойнап айтам, не ғой? Нехороший. Қашан басайсың? Мен түс қайта басайым. Сосын сен алдында айттың, түс қайта басайым, ана Франциядағы Нотр-Дам өртеніп кетіпті ғой. Қайыңа ортақпыз. Нет, ну күшті болғаны. Күшті болды ма өртенгені? Сауап болды ма оларға? Жоқ, нені айтшы? Осы ертең ана Европаға баратын болсам, Мессиге баруға возможность бар ма вообще? Мессидің несіне, жаңа футболмен деп. Иә, көру керек, по-любому бір ойындары бар. Хорошо. Ол жаққа колодка киіп бару керек па? Не бар, сонымен киіп бару керек па? Хорошо, онда. Қазір WhatsApp. Такой, болашақ проехать. Болашақ проехать, да? Хорошо, проедем. Я тебе позвоню. Ага. И пирожные алайкши? Не алайкши? Пирожные. Пирожные. Ага, все, хорошо, ладно. Ай, красава. Любой зат серьезно қабылдайды, көрдіңіз. Ақтаулықтар болса басқаша болатын еді. Соны айтып отыр ғой, если саған көмек керек болса, болашаққа давай проедем деп. Енді Жұлдызайға бірдеңе айт, камера ертең көреді ол. Жұлдыз, мен дым қатысым жоқ, мына кісі. Мен вообще. Айтшы, маңғыстаулықтар болашақты жыртады ғой да? Иә, бізде неге жаңағы сақтануының бері қарай адайдың тайпа тарап атқан ұрпақ болғандықтан ба біз сынбаймыз ғой. Біз андай айқай-мұқайға сынбаймыз, төбесіп кетеміз ғой. Анындайлар эмоциональный болады да, басқа жақтікі де кішкене. Олар бірақ жақсы жаңағыдай сөйлескенде. Маңғыстаулыққа соқсаң ол басқаша жауап береді. Біз мықтымыз да, қанымыз мықты, сол үшін бүкіл маңғыстаулықтар в топе болу керек қой. Наше аппаратное режиссерство, все, что снимает, все, что выходит в эфир, вот здесь вот видите разноцветные кнопки, нажимает он разные экраны, программы, все идет отсюда. Жалғас, бүкіл маңғыстаулықтарда, бүкіл талантты маңғыстаулықтарда мынандай сұрақ бар да. Біздің маңғыстаулықтарда телевидениеға пробиться етуге возможность, шанс бар ма вообще? Өз ойыңдайшы? Әрине бар, все өз ісіңді шынайы жақсы көрсең, мысалы мен мамандығым телевизионщик емес, экономист, сенің де мамандығың мысалы басқаша. Осылай өз ісін сүйсең, өз ісіне талпынсаң, бәрі уақытымен келеді. Мен мына каналға келгенде бір ғана маңғыстаулық едім. Қазір неше маңғыстаулық? Қазір екеуміз. Екеуміз. Түстен кейін келеді, ол диктор, жүргізуші Қайырбек деген жігіт. Я даже больше скажу, сегодня ты ведешь съемки, когда вот ровно 2 года, как и в Атамекенес, устроился вот в апреле. Екі жыл болыпты, 2 жыл. И мен дәл осы сәтке келіп тұрмын ғой, көріп отырсыздар ғой. Аузыңа майдың күшін көріп отырсыңдар ғой. Сен енді Қазақстандағы үлкен телевидениеда жұмыс істеп жатрсың да, былай қарап отырсаң. 3 ақылын біздің көрермендерге, болашақта телеведущий болам деген бауырларымызға қандай 3 кеңес бересің? Бірінші әрине білімін кішкене болса да арттыру. 4 жыл журналистиканы бітіру міндет емес. Арнайы курстар бар, қалай дауысты қою, сахнаға шығу, сол сияқты. Екіншіден әрине көп теле бағдарламалар қалды. Оны қараған сайын әрине сапасы артады, креатив дейді, креатив қосылады. Үшінші, әртүрлі кастингтерді көріп, адамдармен байланысып, осылай телеарналарда кіріп кету мүмкіндік бар. Жаке, үлкен рахмет, мені шақырып, осындай қонақтап, бүкіл Атамекеннің бүкіл кухнясын көрсетіп, осындай ниет білдіріп отырғаныңа. Жалғас, саған болашақта табыс тілеймін, әрқашанда өстіп, үлкен биіктерді бағындыра бер. Ал мен сенің болашағың жақсы болатынына өзім лично сенімдімін. Аузынамай. Давай, Ася, сәттілік саған, рахмет, мені өстіп, қолдап, әрқашанда демеуіңді беріп жүресің. Сол, удачи тебе. Чтобы жаңа Нью-Йоркке барып, бұйырса Бекмамбетовпен бір екен отсыр. Ауза икра қара. Қара икра. Қаранам мен қысын. Давайте, рахмет, от души, сәттілік саған.